Сәлем достар, қайырлы күн. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез, жылдам әрі дәмді болып шығатын түскі астың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ірі көлемді бір жуа, пияз, яғни және 400-500 грамм болатын малдың бауыры керек болады. Мұнда малдікі, сиырдікі де, қойдікі, жылқыныкі жарай береді. Пиязымызды осылай кубиктап турап аламыз. Одан соң бауырымызды соломка тәрізді етіп, яғни ұзынша қылып турап аламыз. Мұнда бауырымызды кішкене тоңазытқышта қатырып алғанымыз, яғни дұрыс болады. Бізге өйткені турауға ыңғайлы болады. Және де бауырымыздың сыртқы пленкасын сыпырып алып тастау керек. Негізі бауыр тез пісіп қуырылады деп жатады, бірақ мен мұнда 35-40 минуттай пісіретін боламын. Бірінші қуырып, содан кейін бұқтырып пісіріп аламын. Өйткені ол малдікі болғандықтан тез піскен мен қаламаймын, өйткені ол балалар жейді, жұмсақ, дәмді болғанын қалаймын. Осылай соломка тәрізді етіп турап аламыз барлық бауырымызды. Одан соң табамызға немесе қазанға осылай 30-40 мл болатын майымызды қыздырамыз құйып. Қызған майымыздың үстіне жаңағы тураған пиязымызды алтын сары түске енгенше қуырып алатын боламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне жаңағы бауырымызды қосып піскенше қуырып аламыз. Оттың асты орташа отта тұруы қажет. Бауырымызды қуырып аламыз. Осылай қуырып аламыз және әрқашан араластырып тұруды ұмытпаймыз. Мұнда пияздың, бауырдың суы шығып өте әдемі, сочный болып шығады. Және бетін жауып кішкене бұқтыруға қоямыз. Он минутта ашып көретін боламыз. Арысын араластырып, қайтадан бетін жауып қоямыз. Жай отта бұқтырып аламыз 20-30 минуттай. Дәміне қарай тұз, бұрыш, лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Бірақ мен тек тұзбен ғана жасаймын. Қызартып піскенше пісіріп аламыз. Менде өте дәмді болып шықты. Енді менде пісіп шықты. Оттың астын өшіреміз. Енді қазанымызға кішкене сұйық май құйып, қызып тұрған отқа қоятын боламыз. Қызып тұрған майымызға күрішімізді салып араластырамыз. Күрішіміз күйіп кетпеуі тиіс. Араластырып тұрамыз үнемі. Қуырылған күрішімізге үстіне кішкене су құямыз. Жақсылап араластырып, кішкене су құямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және бетін жауып, жай отта бұны да бұқтырып қоямыз.
дәміне қарай тұз саламыз. Күрішімізді бір жерге жинап, жай отта бұқтырып алатын боламыз. Менде осының барлығына жарты сағаттай уақыт кетті. Күрішімізді осылай бірінші кесеге салып аламыз. Ол кезде өте әдемі көрінетін болады. Бауырымызды салып, тамақшымызды жейтін боламыз. Және бұл морковча салатымен, яғни сәбіз салатымен өте жақсы үйлеседі. Келесіде сіздерге сәбіз салатының рецептісін ұсынамын.